Кабыснамадан алынды. Дұшпаннан қалай құтылу туралы оқыған Ләззат Әлдибай. Лүпіл басып қолдап отырыңыздар. Ей, перзентім, бірде-бір жанды өзіңе дұшпан етпеуге әрекеттен. Егерде бір кісі саған дұшпан бола қалса, сен одан қорықпастан оның әшкере немесе құпия іс-әрекетінен хабарың болсын. Оған қарсы қолданатын шараларыңды ұқыптылықпен ұйымдастыр. Оның айла-әдісінен әрдайым хабарың болсын. Дұшпанның күш-қуатын, оның жоспарын білуге әрекет істе. Сонда ғана тұтқиылдан болатын кездейсоқ апаттан аман боласың. Ісің өрге баспай, күш-қуатың әлсіз болса, дұшпанға қарсы шаппай қорғана біл. Өзіңді жауыңа мықты көрсеткін. Егер күшсіз болсаң да, сыртыңды күшті көрсетіп, қайраттана біл. Өзіңнің әлсіз екеніңді сездірме. Дұшпанның тәтті жалған сөзіне көңілің алданбасын. Дұшпаның қанша жақсылық істесе де, одан қауіп қатерсіз болма. Әрдайым сақ бол. Екі нәрседен сақтанған жақсы. Бірі күшті дұшпан, екіншісі айлалы дос деген екен. Кішігірім дұшпанды да күшсіз, түкке тұрмайтын, әлсіз, сорлы деп қарама. Оған мықты дұшпаныңнан артықтау мән бергін. Әңгіме. Есіткенім бар еді. Хорасанда Мұхаллаб атты атақты қу болыпты. Бір күні ол жолмен кетіп бара жатып, бір қауынның ұрығына тайып жығылады. Ол тез пышағын қолына алып, жолда жатқан қауынның ұрығын пышақпен кескілей бастайды. Оның қызметкері: «Ей қожа, соншалықты қу деген атағыңмен баланың ісін істеп, қауынның ұрығын пышақтауың жөні қалай? Оныңыз ұят емес пе?» деді. Сонда Мұхаллаб: «Мені жыққан осы қауынның ұрығы болған соң, оны пышақтамай нені пышақтаймын? Кім мені жықса, сол дұшпаным. Демек дұшпан әрқалай әлсіз болса да, оны сорлы екен деп ойламағын. Кімде-кім дұшпанын әлсіз деп ойласа, өзі әлсіз болады» депті. Дұшпаның сені жеңбей тұрып, сен оны жеңудің жолдарын ойлан. Егер дұшпаныңды жеңсең, оның әлсіздігін, бақытсыздығын айтып, халыққа мақтанып сөз сөйлеме. Күштілігімнен оның мүшкіл халіне рақымым келді деме. Егер ол сені жеңсе, әлсіз дұшпаннан жеңілу үлкен ар-намыс. Дұшпан кішкене ғана падишалық бола тұрып, бір үлкен падишалықты жеңсе, шайырлар оның атын арнап мақтау, мадақ жырларын айтады. Жазушылар жеңіснамаларын жазып, оны ұлық падишалардан жоғары дәрежеде деп көтермелей суреттейді. Ал атты жаяу әскерлерін арыстан, жолбарыс, аждахадан күшті деп дәріптеледі. Атақ даңқын шығаратын түрлі мақтау аңыздар тарайды. Жеңілген ұлық падишаны жамандап жазғаннан, жеңген кішігірім падишаға келетін ешқандай атақ даңқ болмайды. Әңгіме. Рай деген қалада бір қатын падиша бар еді. Оның атын Саида дейтін. Ол қатын өзі бір пәк жанды, табиғаты таза, падиша задалардан еді. Ол менің анамның ағасының қызы және Фахраддаваланың қатыны еді. Фахраддавала дүниеден өтті. Одан бір ұл қалды. Оған Мижададдавала деп ат қойған еді. Ол падишалық лауазымның мұрагері болды. Кейін падишалық атағын да берді. Бірақ анасы 30 жылдан астам падишалық қызметін өзі атқарды. Мижададдавала есейді, бірақ ессіз болды. Аты падиша болғанымен, әрдайым өзінің канизактарымен ойнап күлуден басқа іспен айналыспайтын. Анасы Рай, Исфахан және Кухистан өлкелерінде 30 жылдан астам падишалық салтанатын құрды. Ей, перзентім, бұл мысалды айтқандағы менің мақсатым, сенің бабаң Сұлтан Махмұд бір кезде сол қатын падишаға елші жіберіп, падишалықты және елден түскен қаржыны менің атыма өткіз, немесе еліңді шауып өзіңді өлтіріп, күліңді көкке ұшырамын деген хат жолдайды. Елші хатты падишаның айтқан сөздерін Саидаға жеткізеді. Саида елшіге: «Сұлтан Махмұдқа айтқын, менің ерім тірі кезінде сұлтан біздің Рай жаққа бет бұрып шабуыл жасайды деп қорқатынмын. Ерім өлген соң падишалықтың ауыртпалығы менің басыма түсті. Енді менің айтайын дегенім, Сұлтан Махмұд ұлық дәрежелі ақылды падиша. Оны жұрт та
өзі де өте жақсы біледі. Сондай-ақ ұлық падишаның мен сияқты сорлы қатынмен ұрысуы өзіне лайықты емес. Сонда да ұрысуды көңілі ұнатса, қалауы болсын. Бірақ ақиқатын айтайын, мен одан қашпаймын, майданға қарсы тұрамын. Ұрыс екі жағдайдан сырт қалмайды. Екі әскер бір-біріне шабуыл жасап, біреуін жеңумен тынады. Егер мен оны жеңсем, жұрттың бәріне дүние жүзінің падишаларын жеңген сұлтанды мен жеңдім деген мазмұнда хат жазамын. Және шайырлар, ғалымдар жегіснама жазып өлеңдерін айтады. Бұл іс бүкіл дүние жүзіне мәлімденеді. Егер ол жеңіп, мен жеңілсем, ол не деп мақтанады? Ондай ұлық падишаның бір қатынды жеңдім деуі ешқандай абырой атақ алып бермейді, деді. Сұлтан Махмұд бұл сөзді естіген соң, ол қатын дүниеден өткенше оған шабуыл жасап, елін бағындыруды ойынан шығарған екен. Демек, ей перзентім, дұшпанды кішкене әлсіз деп ойлама, оның қал жағдайынан хабарсыз болма. Әсіресе сыр мінез дұшпаннан сақтан. Оның істеген ісін басқа дұшпан істей алмайды. Оның сенде ежелгі кегі болғандықтан өз ойын сенің пікіріңнен шет қалдырмас. Сенің барлық қал жағдайыңды біледі. Тыңнан келген дұшпан оны білмейді. Дұшпаныңа немқұрайды қарап достық жасама. Бірақ досыңдай көріне біл. Бәлкім мұндай достығың шынайы достыққа айналып кетер. Өйткені көп достықтың соңы дұшпандыққа, ал дұшпандықтың соңы достыққа айналатын жағдайлар болады. Соңғы дұшпандық немесе достық берік болады. Дұшпаннан гөрі досыңды көбейткін. Егер 1000 досың болса да, біреуін де өзіңе қарсы етіп қойма. Өйткені 1000 досың саған дұшпандық ойламайды, ал дұшпаның саған жамандық ойлаудан бір сәтте ойсыз болмайды. Халықтың ауыртпалығын көтеруді мойныңа алып, одан құтқаруды ар-ұжданым деп білгін. Әрбір адам өз қадірін білмесе, өзіне кесір келтірер. Дұшпан сенен күштілеу болса, оған сен дұшпанмын деме. Дұшпаның әлсіз болса да, оның қулық сұмдығынан сақ бол. Егер дұшпаның бас амандығын тілесе, ол қатал жауың болса да, тілегін қабыл ет. Және оны өзіңе үлкен дәулет, ғанибеттілік деп біл. Дұшпанның қашуы бас амандық тілегені, оның өлімімен тең деген екен. Бір дұшпаның сенің қолыңнан жеңілсе, оған қуануға болады. Егер ол өз ажалынан өлсе, оған қуанбағын. Егер өзіңнің өлшеуіңді ақиқат деп білсең, сонда ғана қуанып шаттануға болады. Даналар әрбір адам жауынан бірден болса да кейін өлсе, оны да бір ғанибеттілік деп есептеуге болады депті. Жалпы бәрімізге бір өлім келерін біле тұрып, дұшпанымызға шаттану өзімізге лайықты емес. Бәріміз келмес сапарға аттанғанда жақсылықтан басқа азықты өзімізбен бірге алып кете алмаймыз. Әңгіме есіткенім бар. Ескендір Зұлқарнайын дүниені шарлап, жер шарының көптеген мемлекеттерін өзіне бағындырады. Ақыры өз еліне қайтып бара жатқанда Домған өлкесінде ажалы жетіп өлді. Өлер алдында айтқан ақтық өсиетінде, мені табытқа салып, оның бір жағын тесіп, қолымды шығарып, алақанымды ашық күйінде қойыңдар да, сонан кейін табытты көтеріңдер. Жалпы жиналған жұрт көрсін. Бүкіл дүниені билесем де дүниеден қолым бос кетіп бара жатыр. Жинадық, тердік, тастап кеттік, сорымыз құрсын. Елендік, әурелендік, бірақ қолда еш нәрсені де ұстап тұра алмадық. Менің анама сәлем айтыңдар. Егер ол менің рухымды құрметтеп қуаттандырғысы келсе, өлмейтін жақындарымен, немесе мәңгі өлмейтін кісіні іздеп тауып алып, сонымен бірге мені жоқтап жыласын депті. Демек, ей перзентім, я достық болсын, я дұшпандық болсын, бәрі де орта дәрежелік қалыптан аспасын. Өйткені орта дәреженің өзі ақылдың бір қалыпты өлшемі деуге болады. Қара ниеттілерге сенің де ниетің қара. Жақсы мінезді жандарға, жақсы шадыр мінезді ұрысқақ надандарға сабырлы болып ашуың келген жағдайда оны жұтып жібергін. Дос, дұшпандарыңмен абайлап сөйлес. Жақсы яки жаман сөз айтсаң да жауабын күтіп, әр сөзінің төркініне назар сал. Әрбір сөзді жұрттың бетіне жасырмай айт. Егер бетіне айта алмасаң, сыртынан айтпағың. Сөзді сыртынан айтуды өсек дейді. Сенің айыбыңды ашпаған адамның айыбын ашпа. Қай кезде болмасын,
екіжүзділіктен сақтан, екіжүзді адамдардан аулақ бол, шағымшылдан сақ бол. Өйткені оның бір сағатта бұзған ісін бір жылда түзету қиынға соғады. Қанша ұлық, қанша дәулетті адам болсаң да, өзіңнен күштімен керіспе. Данышпан Фашегурс ол біздің дәуірден 608 жыл бұрын дүниеге келген грек ғалымы Пифагор. 10 түрлі қасиетке ие болу үшін қарекет етсең, бәледен құтыласың депті. Оның бірі өзіңнен ұлық күштімен ұрыспа, ожар мінезділермен алыспа, қызғаншақ қыз балалармен мәжілістес болма, надан адамдармен пікір білім таласушы болма, монтаны екіжүзді адаммен дос болма, жалғаншы жанмен мәміле қылма, бақылмен сұхбаттас болма, көре алмайтын жаманмен мінез құлықты жандармен шарап ішпе, қатындармен бір жерде көп отырма, сырыңды ешкімге айтпа, абыройың төгілмесін. Егер бір кісі айыбыңды айтса, қарекет етіп, сол кемшілігіңді жөнде. Біреуді орынсыз мақтама, уақыты келгенде оны жамандай алмайсың. Сол сияқты біреуді қатты жамандама, уақыты келсе оны мақтай алмайсың. Кімнің саған ісі түсіп мұқтаж болса, оған кінәңді айтып қорқытпа. Өйткені әрбір адам саған мұқтаж болмаса, сенің айтар кінәңнен де, күш құдіретіңнен де қорықпайды. Біреу саған мұқтаждығын айтып келген жағдайда, бірден жанына жара салма. Егер үлкен айып жасаған жағдайда да оны кешіргін. Және өзіңнен кішілерге аталар сияқты мейірімді болғын. Өйткені жастар сенің байлығың. Олар сенің барлық жұмысыңды бітіріп беретіндер. Егер егін майданы ойрандалса, өнімнен құралақан қаласың. Бір істі екі адамға тапсырма. Өйткені үйдің қожасы екеу болса, үйің сыпырусыз қалады. Әрбір бұйрығың, әмірің орындалатын болсын. Екі кісі серік болса, қазан қайнамайды. Егер бір адам саған іс тапсырса, сен сол істі орындау үшін өзіңе серік іздеме. Өзің абырой алатын істі өзің атқаруға тырыс. Барлық досың мен дұшпаныңа ұлық жанды, мейірімді болғайсың. Еліңнің айыбы үшін ашуланып, әртүрлі жарамсыз сөздерді ойыңа сақтаушы болма. Жұртқа істеген жақсылығыңды жалғастырып, дамыта түссең, жалпы елге деген даңқың жайылар. Тыңдағандарыңызға рахмет.